негізінде деймді бұл жерде екі жақты жол деп айту керек. Бір жағынан деймін комиссия қалай болса да бір кемшіліктерді тапқан, кемшілік болғанымен ол жұмысшыларға да байланысты болып тұр. Оларда мысалы өз қауіпсіздіктерін ойлау керек. Және деймді комиссия емес, Казахмыстың тиісті ішіндегі нелері ұжымдары деймді, және қызметшілері жауапкершілігіне неге қауіпсіздікке жауап береді. Оларда бақылау жұмысты қадағалау керек деп айту керек. Әрине бұл кішкене біз оған өкінішке орай осындай оқиғалар деймді көбейіп кетті соңғы кезде. Оны қысқарту үшін міне бүгін өзіңіз естіп отырсыз, көрдіңіз, үш жақты комиссияны құрып, сол комиссиямен бірге жұмыс істейтін боламыз. Біз көбінесе деймді үкімет тарапынан бірталай тиісті заңдарды және заңнамаларды қабылдаймыз. Бірақ кейбір уақыттарда мысалы жұмыс берушілер оларға оны өте қиын мысалы атқаруға. Сондықтан бірігіп бәріміз бірге жұмыс істесек, ойлап отырмын, дұрыс шешім табамыз. Әйтеуір ең біздің мақсатымыз, негізгі мақсатымыз жұмысшылардың және жұмысшылардың деймді денсаулығы, қауіпсіздігі мәселесі болады. Жұмабек Жандықұлов мырзаның өзі анау жұмыс берушілердің көбісі еңбек қауіпсіздігі, техникалық қауіпсіздік құжаттарына тек қол қойғызу, қағазбастылыққа мән беріп қояды деген ақпаратты айтып отыр. Бұндай фактор жиі анықтала ма? Жалпы үлкен компаниялар іс жүзінде емес, жай қол қойдыртып алып, ең басты жұмысқа кірістіріп жіберетін жағдайлар болады ма? Талқыланды, жаңа айтты ғой, мысалы профсоюз кім деймді, кәсіби одақтасының қызметкерлері. Нақты жауап парыз ассоциациясының парыз деймді бірлестігінің төрағасы жауап берген. Әрине ондай фактілер бар, бірақ біздің жұмысымыз үш жақты комиссияның жұмысы деймді жас формализмға батпай нақты істерді, нақты шешімдерді табу керекпіз. Егер оны таппасақ, әрине жұмыс берушілер қоя салады, жарайды, қабаттаспай жүргендер үшін біз өзіміз жұмыс істейміз деп ондай шешімді қабылдайтын шығар. Біз керек, бір-бірімізге керекпіз. Бұл көп жақты жол деп есептеу керек. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес бізде жұмыс беруші компанияның басшыларының, бірінші басшыларының жауапкершілігі нақты көрсетілген, ал құрылтайшылардың жауапкершілігі деген нәрсе жоқ. Жалпы ол заңмен реттелу керек па? Керек шығар, бірақ ақылдасайық. Себебі деймді бұл жағынан айтып отырмыз ғой. Кейбір уақыттарда тексеру органдары барады да, бизнес саласына кіреді, және деймді бизнес тоқтап қалады. Ондай бізде бірнеше оқиғалар болған. Ондай болмау үшін әрине кейбір мораторий қылады, барып тексермеңдер. Ол кезде деймді өзіңіз көріп отырсыз, соңғы кезде қаншама мысалы тамақ беру салада қаншама адам уланып жатыр деймді. Егер мысалы өзім барып тексерем десем, санэпидстанцияның қызметкерлері оларға айтады, жоқ болмайды деп, мораторий болып тұр. Айтып отырмын ғой, енді бұл жерде тек қана былай заңға сәйкес емес, заң ғана емес, бұл жерде және ішкі жауапкершілік болу керек. Оны да тәрбиелету керек. Рахмет сізге.